Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғаннан кейін ел өмірі түбегейлі өзгеріп, көптеген жетістіктерге қол жеткіздік. 1991 жылғы 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заңның қабылдануы. 1991 жылғы 29 тамыз Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев Семей ядролық полигонының жабылуы туралы жарлығы. 1991 жылғы 2 қазан тұңғыш қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіровтің ғарышқа ұшуы. 1992 жылғы 2 наурыз Қазақстан Республикасы Біріккен ұлттар ұйымының толыққанды мүшесі болып қабылданды. 1992 жылғы 7 мамыр елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің құрылуы туралы жарлығы. 1992 жылғы 4 маусым Қазақстан Республикасының мемлекеттік нышандары қабылданды. 1992 жылғы 5 қазан тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Біріккен ұлттар ұйымында алғаш сөз сөйлеуі. 1992 жылғы 29 қазан Бірінші дүниежүзілік қазақтар құрылтайы. 1993 жылғы 15 қараша тәуелсіз Қазақстанның валютасы теңге енгізілді. 1995 жылғы 1 наурыз Қазақстан халқы ассамблеясы құрылды. 1995 жылғы 30 тамыз Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы қабылданды. 1997 жылғы 10 қаңтар Астана қаласы Қазақстан Республикасының елордасы болып жарияланды. 2003 жылғы 23 қыркүйек Астана қаласында әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі өтті. 2006 жылғы 6 қаңтар Қазақстан Республикасының жаңа мемлекеттік әнұраны бекітілді. 2010 жылғы 1 желтоқсан Қазақстанның елордасы Астана қаласында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті өтті. 2011 жылы Қазақстанда алғаш рет қысқы Азия ойындары өтті. 2012 жылғы 22 қараша Қазақстан әлемдік көрме өткізу құқығына ие болды. 2013 жылғы 24 тамыз Қазақстан халқы ассамблеясының 20 мерейтойлық сессиясы болып өтті. 2015 жылғы 27 шілде Қазақстан Республикасы дүниежүзілік сауда ұйымының мүшесі атанды. 2016 жылғы 16 желтоқсан тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған декларация жазылды. 2017 жылы Қазақстанда алғаш рет экспо көрмесі ұйымдастырылды. 2018 жылғы 1 қаңтар Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне төрағалық ете бастады. 2019 жылғы 9 маусымда кезектен тыс сайлау өтіп, Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев елдің президенті болып сайланды. Қазақстан Республикасы 30 жыл ішінде көптеген жетістіктерге жетті. Бұл ел ішіндегі ынтымақтастық пен бірліктің, елдің егемендігі мен тәуелсіздігінің арқасында.